Сәлем достар, келіп жеткен наурыз айы құтты болсын. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже пісіреміз. Бізге құрт, тары, бидай, сүт, күріш және әрине сүрленген ет керек. Алдымен қазанға суымызды құйып, етті салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастаймыз. Енді бидайымызды саламыз. Араластырып қайнатамыз. Бұл аз ғана көже болғандықтан мен осылай бірге қайнатамын. Етіміз қайнағанша кеспемізге нанды илейміз. Бір жұмыртқаға ұнды салып, су құймай өзімен ғана илеп алдым. Өйткені бізге кішкене ғана кеспе жеткілікті. Тындырып қоямыз. Енді жұқа етіп, ұн себе отырып жаямыз. Енді жабыспайтындай етіп, ұнымызды кішкене көбірек себеміз. Шетінен бастап орап шығамыз. Енді жұқа етіп, бір келкі қылып кесеміз. Кеспеміз бір келкі болса, әдемі көрінеді. Жабыспайды. Өте жылдам кесіліп жатыр. Онда кішкене ортасына көбірек себіңіздер. Кеспеміз дайын. Енді қазанымызға етіміз қайнады, тұзын көреміз. Бізде тұзы кішкене аздау, енді кішкене тұз салып жіберемін. Енді күрішті саламын. 35-40 минут қайнатамыз. Күрішіміз пісті. Енді тары саламыз. Тарыны ең артынан саламыз, өйткені тарымыз өте тез піседі. Тарыны бір 20 минут пісіру жеткілікті. Тарымыз піскеннен кейін мен етті бөлек аламын. Енді кеспемізді аз-аздан араластыра отырып пісіріп аламыз. Енді басқа таза тысымызға құйып, піскен сүт құям кішкене. Енді дәміне қарай құрт саламын. Барлығын араластырып, ұсынсаңыздар болады. Мінекей көжеміз өте дәмді, керемет болып шықты.
Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.